Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шиеден ғана жасалатын компоттың рецептісін бөлісетін боламын. Атылмайды және де ешқандай аспириннің көмегінсіз осындай компот жабамыз. Негізі тек қана шиеден ғана жасалған компот өте дәмді болып келеді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге компот жапқандағы бір-екі құпиясын осы видеода айтатын боламын. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап іші сыртын жуып тазалаймыз, бірақ парламайсыздар. Енді шиелерімізді жуып тазалап, ішіне 100 граммнан осылай көз мөлшермен ішіне шие саламыз. Аз қоссаңыздар да, көп қоссаңыздар да өз қалауларыңыз бойынша саласыздар. Міне видеодағыдай барлық шиелерімізді банкаларымызға салып шықтық. Енді 2 литрлік банкіге 200 грамм қант қосамыз. Мен осылайнан көз мөлшермен 1 стаканнан әр банкаға салып шықтым. Егер де сіздер қантын көбірек қосатын болсаңыздар, қыста компотты ашқан кезде 1 литрдай қайнаған суды қосып, компотты көбейтіп алсаңыздар да болады. Енді келесі крышкаларымызды біз міндетті түрде парлаймыз. Бұл бізде банка жапқан кезде ең керекті лайфхак деп айтсақ та болады. Енді қайнап тұрған ыстық суды осы банкымыздың ішіне құямыз. Ең бастысы қайнап тұру қажет. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай аузы мұрнына дейін толтырып, осылайнан суымызды құямыз және де бір дегеннен біздегі парланған крышкаларымызды бетіне жабамыз. Бұл жерде мен сіздерге айтар кеңесім, банкыны парлап қажеті жоқ, тек қана крышкаларыңызды жақсылап парласаңыздар болғаны, және де осылайнан қайнап тұрған ыстық суды құйып, осылайнан толтырып қою қажет. Сол кезде біздің банкымыз атылмайды. Енді осындай жапқыштың көмегімен банкаларымызды жақсылап бекітеміз. Құрметті достар, сіздерге бір өтінішім, астындағы подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерден күтетінім тек қана қолдау, лайк басып және де өз ойларыңызды комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Мен міндетті түрде оқитын боламын. Міне бізде бірінші банкымыз дайын болды. Жақсылап ақырын бекіттік. Абайлап жұмыс жасаңыздар, қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай банкымызды ақырын қоямыз. Астына осындай полотенце төсеп қойыңыздар және де банкыны ары-бері осылайнан шайқаймыз. Ішіндегі қанттары толықтай еріп кетуі керек. Егер бір дегеннен төңкеретін болсаңыздар, қанттарыңыз ерімей ішінде қатып тұруы мүмкін. Мінекей енді ақырын ары-бері қозғап ішіндегі қанттарын ертіп аламыз. Дәл солайнан қалған банкаларымызды да крышкаларын бекітіп, дәл солайнан жасап шығамыз. Міне осымен біздің компот жабу процесіміз аяқталды. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте оңай жасалады. Егер сіздер әртүрлі қылып жабатын болсаңыздар, ішіне алма, өрік, кез келген жеміс-жидекті қоссаңыздар болады. Енді маған отбасыма осындай тек қана шиеден ғана жасалатын компот ұнағандықтан құр шиеден жасадым. Енді барлық банкаларымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай төңкеріп, үстінен сүлгімен жауып қоямыз, бір күн қалдырамыз. Одан кейін өз орнына орналастыра берсеңіздер болады. Міне достар, осымен банка жабу видеосы аяқталды. Сіздермен болған әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.